Енді жасанды интеллект деген жалпы не ол қайдан пайда болды, тарихы неде деген сауалдарға жауап бере кетсек, бірінші ол 1954-55 жылдардан басталған. Сол кезде ақш-тың Дартмут деген бір жоғары оқу орны бар, колледж, университет сияқты. Сол жердегі ғылыми конференцияда ең бірінші рет айтылған бұл. Сол термин 50-ші жылдардың басынан, орта шенінен бастап біздің адамзаттың сөздік қорына енді. Әртүрлі елдерде зерттеле бастады. Осы күнге дейін медицина саласында, содан кейін жекелеген бір, мысалы, жаңағы біздегі маркетинг саласында, мынау пиар, мынау интернеттегі жарнамаларда, содан кейін медицина саласында, осы күнге дейін авиация саласында, кейбір көлік мына тасымал құралдарында қолданыла бастады. Жеке-жеке, ол яғни белгілі бір тапсырманы орындауға бағытталған өз алдына бір бөлек жасанды интеллект. Енді былтырғы қарашаның 30-ынан бастап жалпы халыққа қолжетімді жасанды интеллект. OpenAI деген компания өзінің ChatGPT деген өнімін шығарды. Ол яғни адамның сұрауына байланысты икемделе алады. Соған үйретілген машина деп айтсақ болады, яғни оқытылған машина. Белгілі бір тақырыптарға немесе белгілі бір тапсырмаға сіз сұрау бересіз, сіздің сұрауыңызға қарай ол икемделе алады нейрондық желілер арқылы. Оған дейін оған біздегі адамзаттың осы күнге дейінгі мысалы 4000-5000 жылдық тарихында қандай да бір жеткен рухани жетістігі болса, мәтін күйінде қағазға түскен, хатталған, яғни соның барлығын ол компьютерге үйреткен бірінші. Үйреткеннен кейін, мысалы, сіз бір әдеби шығарма туралы сұрауыңыз мүмкін, әдеби өлең жаз деуіңіз мүмкін, сценарий жаз деуіңіз мүмкін, бір сұрақтарға жауап сұрауыңыз мүмкін, мысалы, медициналық болсын, психологиялық болсын, кез келген тақырыптағы. Ол барлығына үлкен деректер, яғни деректердің негізінде оқытылады. Сол деректерде қандай да бір сіздің салаңызға қатысты ақпарат болса, соның барлығын синтездеп, сіздің сұрағыңызға бейімдеп ол жеткізеді. Өздігінен қорытып. Иә, өзі қорытып, сізге бір қорытылған нәтижені, жауапты ұсынады.